Армысыңдар құрметті оқушылар. Өздеріңді жырлап өтер ұрпағың атты тарихи сағатты назарларыңызға ұсынамын. Ауған соғысы 1979 жылдың 27 желтоқсанда КСР қарулы күштерінің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол сұғу салдарынан тұтанған соғыс. Соңы аяқталмас соғысқа ұласқан бұл қасірет елдің тек өз ішінде ғана емес, оған сырт мемлекеттердің қатысуымен ұзаққа созылды. 10 жылға созылған ауған соғысында КСР бойынша қайтып оралмаған жалпы адам шығыны 14.453-ге жетті. Ал Қазақстаннан ауған соғысына 22.000 адам қатысып, олардың 924-і қаза тапты, 21 адам хабарсыз кетті. Бүгінгі таңда елімізде 100 мыңға жуық ауған соғысының ардагерлері бар. Олардың 300-дей мүгедектер қатарында. Ауғанстаннан кеңес әскерлерінің шығарылғанына 30 жылдан астам уақыт өтсе де, сол кездегі жауынгерлер бүгінгі бейбіт өмірдің еңбеккерлері. Соғыс жарасын айға алмай келеді. Бүгінгі өзімізбен бірге елінің көсегесін көгертуге ат салысып жүрген ауғандық ардагер жауынгерлерді қадірлеп, құрметтеу біздің борышымыз. Сонау ауған жерінде қару асынып, мұң арқаланған, сын сағаттарда бірін-бірі бауыр дескен азаматтар бүгінгі таңда еліміздің түпкір-түпкірінде еңбек етуде.